Қыздар өте тез, оңай дайын болатын фунчоза салатының рецептісімен бөліскелі отырмын. Ең бірінші осы көкөністердің барлығын майдалап, сіз солонка қып турағыңыз келе ме, немесе кубик қып турағыңыз келе ме, өзіңізге қалай ұнайды, кез келген қып турап аласыз да, қызып тұрған майға фаршты салып қуырасыз. Фарш тез пісетін болғандықтан фарштың артынан сразу сәбізді салып бірге қуырбасаңыз да болады. Артынан бір 10 минуттай қуырасыз осы екеуін, артынан перецтеріңізді салып, тәтті перецтеріңізді саласыз да, газды өшіріп қақпағын жауып қоясыз, өзі-ақ пісе беретін болады. Енді қайнап тұрған суға фунчозаңызды саласыз, тоже бұл да тез-ақ піседі. Су қайнағаннан кейін артынша максимум 5 минут қана қайнатасыз, одан ары қарай езіліп кетеді. Содан сразу салқын суға шығарып, мынау менің приправам, для фунчозы деген приправа қосып отырмын, чим-чим деген. Егерде сізде ол чим-чим приправасы жоқ болса, сіз қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, дәмдеуіштеріңіздің барлығын қосып, осы жаңағы дайындаған салмағыңызды да қосып, барлығын жақсылап араластырасыз. Қыздар, кейбір қыздар етсіз, фаршсыз пісіреді екен, тек көкөністермен ғана. Мен сіздерге фаршпен пісіруді советую, себебі өте дәмді шығады, кәдімгі тағам сияқты, кішкене ет деген бәрібір де дәмін береді ғой, сондықтан да етті қосуды сіздерге кеңес беремін. Міндетті түрде мен айтқан рецептімен дайындап көріңіздер, өте дәмді. Және де мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға, менімен бірге осы каналда болғандарыңызға сіздерге үлкен рахмет.